Бүгінгі тақырып атомдағы электрондардың таралуы. Сабақта энергетикалық деңгейлер, СПДФ деңгейшелерін, графикалық формулаларды қарастырамыз, мысалдар келтіреміз, октет, дуплет ережелерін қарастырамыз, протон, нейтрон, электрон сандарын анықтау және де изотоп, изотон, изобар ұғымдарымен танысатын боламыз. Ең бірінші мынау суретті көрсеткім келіп тұр сіздерге. Бұл сіздерге таныс суреттер. Ең біріншісі атомның резерфорты сұлынған планетарлық модель деп аталады. Яғни ортасында күн секілді ядро орналасады және де оны айнала планеталар сияқты электрондар жүреді деп аталады. Бұл 3D модель болғандықтан оны күнделікті қолдану ыңғайсыздау, сондықтан біз мынандай 2D моделін саламыз. Бұнда да ортасында атомның ядросы, оны айнала қоршап электрондар орналасады. Күнделікті дәптерге жазған кездерде біз мынандай қабаттарды, энергетикалық деңгейлерді немесе жартылай шеңбер түрінде көрсетеміз. Бұл жердегі қабаттың санын ағылшынша кішкентай n әрпімен көрсетеміз және 1, 2, 3, 4, 5 деп ары қарай сандармен көрсетіп кетеміз. Немесе KLM деп ағылшынның К әрпімен бастап ары қарай алфавитпен жалғастырып жазуға болады. Және де бір айта кетерлік жайт, мына жердегі соңғы қабат сыртқы энергетикалық деңгей деп аталады. Ал оның алдындағы қабат сыртқы деңгейдің астындағы қабат деп атаймыз. Мына жердегі мысалда 3 қабат болып тұр, бірақ егер 2 қабат болатын болса, сыртқы деңгей мынау екінші қабаты болады. 5 қабат болатын болса, сыртқы деңгей болып, мынау соңғы 5-ші қабаты саналатын болады. Келесі, атомдағы электрондардың қозғалатын кеңістік орбиталь деп аталады. Яғни, біздер атомның дәл мына формада болады, немесе дәл осы жерде орналасады деп айта алмаймыз. Біз жай ғана оның орналасу ықтималдылығы жоғары ауданды көрсетеміз, Сонда S электрондардың орналасу деңгейі көбіне осындай шар немесе сфера тәрізді болады екен. Сондықтан оларды біз шар тәрізді пішінде болады деп атаймыз. П электрондары мынандай гантель немесе сегіздікте тәрізді деп атаймыз. Ал Д және Ф электрондардың пішіні өте күрделі және олардың атаулары жоқ. Келесі, бағанағы айтып өткен энергетикалық деңгейлер немесе қабаттар деп атаймыз. Ағылшынша KLM әріптермен белгілейміз дедік. Бұларды период номерімен анықтаймыз. Яғни, егер элемент бірінші периодта орналасса, оның қабат саны 1 болады. Егер период екінші болса, элементтің 2 қабаты болады. Үшінші период болса, 3 қабаты, төртінші период болса, 4 қабаты болады, Бағанағыдай қабаттарды К, 2 қабат болса KL, 3 қабат болса KLM, 4 қабат болса KLMN деп белгілейміз. Енді осы әр қабатты біздер үй сияқты қарастырамыз, Мысал ретінде сіздерге түсіндірген болатын естеріңде болса. К бір үй. Бұл үйге максимум 2 электрон орналаса алады. Неге? Оны қалай анықтадық деген сұрақ туындайды. 2n квадрат деген формуланы қолданамыз. Яғни, егер біздің қабатымыз бірінші қабат болатын болса, мынау кішкентай n деген қабаттардың саны, міне көрсетіп қойғанбыз. 1-дің квадраты 1-ге тең, оны 2 өткенде 2. Яғни, бірінші қабатқа максимум 2 электрон түседі. Екінші қабатты қарастыратын болсақ, 2-ның квадраты 4, 4-ті 2-ге өткенде 8, яғни екінші қабатқа максимум 8 электрон түседі. Дәл осы формуланы қолданып, үшінші қабатқа 18 электрон сиятынын есептеп тауып ала аламыз. Дәл солай 4-ші қабатта 32 электрон болады екен. Енді, мына энергетикалық деңгейлерді біз жаңа үй ретінде қарастырамыз деп айтып кеттік. Енді әрбір үйдің бөлмелер саны болады. Бірінші деңгейде тек қана S бір ғана бөлме болады, S деңгейшесі. Екінші деңгейде 2 бөлме, яғни S және P. Үшінші деңгейде 3 S, P, D. Ал төртінші деңгейде S, P, D, F деген 4 деңгейше болады. Бұл жерде қарайтын болсаңыздар, әр қайсысы S-тан басталып тұр. Мен айтам, бұл коридор сияқты, үйге кірген кезде біз
бірден залға немесе кухняға кіріп кете алмаймыз. Ең бірінші коридордан кіреміз. Сол сияқты мына S, барлығында бірінші S-қа кіресіз, жазасыздар. Содан кейін P, содан кейін D, содан кейін F болады. Енді әрбір деңгейшенің өзінің ұяшықтары болады. Ол не деген сөз? S деңгейшесінде бір ұяшық болады, екі электрон орналасады, біреу жоғары, біреу төмен қарап тұрады. P деңгейшесінде үш ұяшық болады, электрондар бірінші бір-бірлеп орналасады, содан кейін орын жетпей қалған кезде жұптасып орналасады. D деңгейшесінде 5 ұяшық болады. 5 ұяшықта электрондар бірінші бір-бірлеп орналасады, содан кейін жұптасады. Ал F деңгейшесінде 7 ұяшық болады. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Электрондар дәл солай бір-бірлеп орналасады. Сосын бос орын қалмаған кезде ғана барып, осылай жұптасып орналасады. Ары қарай кеттік. Енді мына жерде периодтық кестенің бір периоды кесіп алынған, иә? Қарасаңыз, екінші период деп тұр, элементтер орналасқан. Енді мысал ретінде литийдан бастап қарастырайық. Литийдің 3 электроны бар. Яғни, екінші периодта орналасқандықтан екі қабаты бар. Бірінші қабатты К, екінші қабатты L деп атаймыз дедік. Бірінші қабатқа n тең болады 2n квадрат формуласымен анықтап, максимум 2 электрон сиятын тауып алдық, иә? Яғни бірінші қабатта мұны 2 электронды орналастырамыз. Қалған литийда 3 электрон ғой, соны екеуі бірінші қабатқа орналасты, яғни қалған бір электрон мынау сыртқы қабатқа орналасады. Келесі бериллийді қарастырайық. Бериллийде 4 электрон бар. Дәл сол екінші периодта орналасқан, яғни екі энергетикалық деңгейі бар. К және L. К деңгейшесіне 2 электрон сияды, максимум біз сол 2 электронды жазып аламыз. Қалған 1 электрон, қалған 4-тен 2-ні асқанда 2 электрон сыртқы деңгейшеге орналасады. Келесі борды қарайық. Борда бізде 5 электрон бар. 2 қабат әлі де сол екінші периодта орналасқан. К, Л, бірінші деңгейге 2 электрон сияды, екіншісіне 3 қалады. Себебі барлығы 5 электрон. Көміртекті қарайық. Көміртекте 6 электрон екінші периодта тұр, яғни 2 қабат К, Л. Біріншісіне 2 электрон сияды, ал екіншісіне 6-дан 2-ні азайтқанда 4 электрон қалады. Енді бұл жерде бір заңдылық байқалады, иә? Қарасаңыздар мұқият. Сыртқы деңгейде литийда 1, бериллийда 2, борда 3, көміртекте 4. Яғни біртіндеп бір-бір электронға өсіп келе жатыр, иә? Себебі мына жердегі реттік номері электрондардың санында 1-ге артып жатыр. Бұл бірінші жағдай. Екіншісі, литий бірінші топтың негізгі топшасында орналасқан. Яғни оның сыртқы қабатында 1 электрон. Бериллий екінші топтың негізгі топшасында орналасқан, яғни сыртқы қабатында 2 электрон. Бор үшінші топта негізгі топшада орналасқан, яғни сыртқы қабатында 3 электрон. Көміртек 4-те орналасқан, негізгі топшада сыртқы қабатында 4 электрон. Яғни қандай заңдылықты шығарып аламыз осы жерден, иә? Егер элемент негізгі топшада орналасса, оның сыртқы қабатындағы электрондардың саны топ номеріне сәйкес келеді. Азотпен тексеріп көрейік. Азотта 7 электрон, 2 қабат, себебі екінші периодта орналасқан К және Л. Біріншісіне 2 электрон сияды, сыртқысында 5 электрон. Мұны қараймыз. Азот 5-ші топта орналасқан 5 электрон. Яғни бұл ережені естеріңізде сақтау керек. Келесі, мына жерде 3-ші период берілген, кез келген бір элементті алып тексеріп көрейік. Жаңағы алюминийді алайық. Алюминийдің 13 электроны бар. 3-ші периодта орналасқан, яғни 3 энергетикалық деңгейі бар. К, Л, М. Бірінші деңгейді толтырамыз. Содан кейін соңғы қабатқа көшеміз. Бана біз бірден жаздық, себебі бар жоғы 2 қабат болды, иә? 3-ші периодтан бастапқысын толтырып аласыз, сосын соңғысына көшесін. Предпоследний дейміз ғой, соңғы қабаттың астындағы қабатты қалдырып қоямыз. Алюминий 3-ші топтың негізгі топшасында орналасқан, яғни оның сыртқы қабатында 3 электрон болады. 2-ге 3-ті қосқанда 5, 13-тен 5-ті азайтқан кезде 8. Яғни алюминийдің электрондық конфигурациясы осындай күйде болады. Мысалға, хлорды қарастыратын болсақ, 17 электроны бар, міне.
Үшінші периодта орналасқан, яғни үш энергетикалық деңгейі бар. К, Л және М. Бірінші деңгейге 2 электронды орналастырам. Жетінші топтың негізгі топшасында орналасқан, яғни сыртқы қабатында 7 электроны бар. Жазып қоямын. 2-ге 7-ні қосқанда 9, 17-ден 9-ды азайтқанда 8 электрон болады. Осылай ары қарай толтырып аламыз. Енді С, П, Д, Ф деп бағана айтқан болатынбыз, естеріңде болса. Бұлар деңгейшелер деп аталады, және қалай толтырамыз соған қарайық. Мысалы, алюминийді алатын болсақ, алюминийді міне бірінші қабатынан бастап жазамыз. Бірінші қабатта екенімді көрсетем, мұны санмен жазып қоям. Ең біріншісі S деңгейшесі толады дедім. S-қа 2 электрон сияды деп айтқан болатынбыз, бір ұяшық 2 электрон деп. Міне жазып қойдым. Енді мына жерде қараңыздар мұқият. Мына жердегі 2 электрон мына 2-мен сәйкес келеді. Яғни мен 2 электронны екеуінде орналастырдым, ары қарай көшемін. Мына екінші деңгейге келем. Екінші деңгейде екенімді санмен көрсетіп қоям. Тағы да S деңгейшесінен бастап толады, міне S-қа 2 электрон сияды. Бірақ мына жерде 8 электрон тұр. Яғни мен әлі сол екінші деңгейшеде жүрмін, санмен көрсетіп қоям. S-тан кейін P толады. P 6 электрон сияды. Енді қайтадан қызылмен көрсетейін, мына 2-ге 6-ны қосқан кезде мына 8 электроным менде шықты. Болды, 8 электронды жазып болғаннан кейін ары қарай үшінші деңгейге көшем мынаған. 3, S, қайтадан S-тан бастаймын. S-қа 2 электрон сияды. S, P, енді қараңыз, 3, 3-тен 2-ні азайтқанда 1 болады. Менде сыртқы қабатта 3 электрон орналасқан, мына 2-ге 1-ді қосқан кезде мына 3 электроным сыйып шығып тұр. Яғни мен конфигурацияны жазып бітірдім, енді маған ұяшықтарға орналастыру керек электрондарды. Бір S-та 1 ұяшық, мына 2 электрон, мына 2 электронды орналастырдым. 2 S-қа көшем. 2 S-та 1 ұяшық, тағы да 2 электрон. 2 P-да, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6 электрон. 3 S-та 1, 2 электрон, 3 P-да 3 ұяшық, бірақ менде мынандай 1 электрон ғана орналасады. Енді бұл жерде айтып кететін тағы бір жайт. Мынандай бос ұяшық бар кезде, біз тек қана сыртқы деңгейді қарастырып жатыр, тек қана 3S мына осы бізге керегі. Сыртқы деңгейдегі электрондар, егер мынандай бос ұяшық тұрса, мына жұптасып орналасқан электронның біреуі сол жаққа көшіп кетеді. Мен айтатын мысал, егер сыныпта бос отырғыштар болса, сіздер 2 оқушы бір орындыққа қыстырылысып отырмайсыздар, бірге бірігіп. Сондықтан электрондарда дәл сол сияқты. Егер мына жақта бос орын тұрса, екеуі бір ұяшыққа орналаспайды. Яғни біреу мына жаққа көшіп кетеді. Бұндай көшіп кетуді электрондардың қозған күйі деп атайды. Бұл не береді? Бағана енді бізде біріншісінде 2 электрон болды, қазір 1 электрон қалады. P-да 1 электрон болды, қазір мынаның біреуі, өзінің біреуі бар, сосын S-тан біреу көшіп кетті, яғни 3 электрон осылай орналасады. Мынау сыртқы қабаттағы жұптаспаған электрондар валентті электрондар деп аталады. Бұны тоже жатқа білу керек. Келесі хлорға көшейік. Хлорда 2, 8, 7 дедік. Бірінші деңгейде, мына бірінші қабатты қараймыз. 1 S 2 деңгейше болады. 2 электронды жаздым, яғни екінші деңгейге көшем. Қайтадан S-тан бастаймын. S-та 8, мында 2, яғни 2 P 6-сы бар. 2-ге 6-ны қосқан кезде 8 электроным шықты, яғни үшінші деңгейге көшем мынаған. 3 S 2, сосын 3 P 5 электрон болады. 2-ге 5-ті қосқан кезде мына 7 электроным шықты. Ұяшықтарға дәл солай орналастырамыз. S-та 1 ұяшық 2 электрон, 2 S-та 1 ұяшық 2 электрон, 2 P-да 3 ұяшық 1, 2, 3, 4, 5, 6 электрон, 3 S-та 1, 2 электрон, и мына жерде былай қыстырып сала қояйын. 1, 2, 3, 4, 5 электрон. Енді
электрондарды толтырған кезде біздерде Кличковскийдің ережесі бар. Кличковскийдің ережесі деген не? Банағы біздің айтқанымыз бойынша 1s, содан кейін 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d деп толтыру керек едік, я? Ары қарай 4f деп. Бірақ, естеріңде болса, анау ұяшықтарды салған кезде мен былай жоғарыға қарай салдым, я? Неге етіп істедім? Себебі әрбір келесі деңгейшені толтыру үшін жұмсалатын энергияның мөлшері көбірек. Мысалға 3s-ті толтыруға 1s-ті толтыруға қарағанда энергия көбірек жұмсалады. Осыны ескере отырып, Кличковский мынандай ереже ұсынған. Бірінші 1s деңгейшесі толады, содан кейін 2s деңгейше толады, содан кейін 2p, 3s толады, 3p, 4s толады. 3p-дан кейін 3d толу керек, бірақ 4s-ті толтыруға энергия азырақ жұмсалады, сондықтан 4s бірінші толады. Содан кейін барып, мынау 3d, сосын 4p, 5s толады. Осыны есте сақтау керек, және мынандай етіп конфигурацияны жазған кезде Кличковскийдің ережесін ескере отырып жазамыз. Яғни 1s, содан кейін 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, содан кейін барып 3d, сосын 4p, 5s, я? Осы жазылу нұсқасы дұрыс болады. Мынау жазылу нұсқасы қате болады. Келесі ереже бұл Хунт ережесі деп аталады, немесе кейбір деректерде Гунт ережесі деп кездеседі, қате емес, екі нұсқасы да дұрыс. Гунттың ережесі бойынша әрбір электрон бір ұяшықта орналасқанда біреуі жоғары, біреуі төмен қарап орналасады. Егер бір-бірден орналасатын болса, барлық спиндер жоғары қарап орналасады. Мынандай етіп біреуін жоғары, біреуін төменге қаратып орналастыруға болмайды. Бұл қате нұсқа болып саналады, мынандай біреу жоғары, біреу төмен. Егер 4 электрон болатын болса, 4 электрон мынандай жағдайда бірінші бір-бірдеп орналасады, сосын 4-ші электрон біріншісінің қасына жұп болып орналасады. Егер мынандай етіп екеуін жоғары қаратып қойсаңыз, бұл да қате нұсқа. Немесе кейбір жағдайларда мен оқушылардың мынандай етіп толтырып қойғандарын көремін. Бір ұяшықты бос қалдырып қояды. Бұл нұсқаны да толтыру қате нұсқасы. 4 электрон болса, біз мынандай күйде толтырамыз. Келесі Паули ережесі, бұл бағанағы спиндердің біреуі жоғары, біреуі міндетті түрде төмен қарап тұрады. Екі спин жоғары қарап тұруы мүмкін емес, немесе екі спин төменге қарап орналасуы мүмкін емес. Ары қарай кеттік, мына жерде бірнеше мысалдар келтірілген. Мен бір-екеуін қарастырып кетейін. Гелий 2 электроны бар, бір деңгейшесі бар, К, себебі бірінші периодта орналасқан, яғни 2 электрон былай орналасады. 1s2 болады, бір ұяшықта 2 электрон қарама қарсы бағытталып орналасады. Сутектің атомын қарастыратын болсақ, 1 электрон, бір қабат, себебі бірінші периодта орналасқан. Мына жерде 1 электрон, 1s1 деп орналасады. Былай жоғары қарап тұрады. Енді мына жерде электрондық ойық деген тақырып тұр. Орысша электронный провал деп аталады. Бұл не деген? Естеріңде болса, негізгі топшаның элементтерінің сыртқы қабатындағы электрондарды топ нөміріне сәйкес келеді деп айтқан болатынбыз. Енді электрондық ойық деген D элементтеріне қатысты, яғни қосымша топшаның элементтеріне қатысты. Қосымша топшаның барлығының сыртқы қабатында 2 электрон бар деп жаттаймыз. Мысалға, скандида алатын болсақ, скандида 21 электрон бар. Ол 4-ші периодта орналасқан, яғни 4 энергетикалық деңгейі бар. К, Л, М, Л. Н кешірім сұрайым. Бірінші деңгейде 2, екіншісінде 8 максимум орналастырамыз, сосын сыртқы деңгейшеге көшеміз. Сыртқы деңгейшеде D элемент болғандықтан 2 электрон болады. 2-ге 8 қосам, 2, 12, оған 2. 2-ге 8 қосам, 10, оған 2 қосам, 12. 21-ден 12-ні азайтып тастаған кезде мына жерде 9 электрон болады. Ол не деген сөз? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 и бұл жерде бағанағы Кличковскийдің ережесін есіме сақтауым керек. Мына жерге сізге жазып көрсетейін, естеріңізге түсіріп түсінікті болу үшін.
Қараймыз, бірінші 1s толтырдым. Міне 2s, міне жаздым. 2s-тен кейін 2p, сосын 3s. 3s-тен кейін 3p, содан кейін 4s. Яғни міне 3p-дан кейін мына жерге 4s2-ні жазам. Мына 2 электронды. Содан кейін барып 3d. Енді қарайым, мына жерде маған d-ні жазу керек, е? Үшінші деңгейде 9 электрон бар. Менде 2, міне 8, 6, екеуін қосқанда 8, 9-дан 8 азайтқанда 1. Яғни 3d-да менде 1 электрон болады. Бұның барлығын бағанағыда яшыққа орналастырамын. Мына үшеуін жазбай-ақ қояйын, түсінікті деп ойлаймын. 3s-та 1 яшық 2 электрон. 3p-да 3 яшық 1, 2, 3, 4, 5, 6 электрон. 4s-та 1 яшық 2 электрон. И 3d-да 1, 2, 3, 4, 1 электрон болады. Енді электрондық ойық тақырыбына қайтып келетін болсақ, бағанағы айтқан сыртқы қабатында 2 электрон болады дедік. Бірақ есімізде сақтау керек ереже бұл d-да 4 электрон және d9 бола алмайды. Бұл не деген сөз және қалай болып қалған жағдайда не істейміз деген сұрақ туындайды. Мысалы, хромды қарастыратын болса, хромда 24 электрон, 4 энергетикалық деңгей, себебі 4-ші периодта орналасқан KLMN, мұнда 2, 8, біз айттық бағана D элементтерінің барлығын сыртқы қабатында 2 электрон болады дедік. 12, 24 азайтып тастаған кезде бұл жерде 12 электрон қалады. Енді орналастырайық. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, сосын 4s2 толады, сосын 3d, мұнда 2 плюс 6, 8, 12-ден 8 азайтқанда 4. Қараңыз, d4 болып тұр, мен d4 болмайды дедім, яғни не болады? Мына сыртқы қабаттағы 1 электрон сыртқы қабаттың астына түсіп кетеді. Провал дейді ғой, түсіп кету ойыққа, сол мағынада айтылған. Яғни мынаның астыңғы қабатында 13 электрон болады, сыртқы қабатта 1 электрон болады. Яғни 4s1, 3d5 болып кетеді. Түсінікті деп ойлаймын, яғни кестеде алатын болсақ, хромның астында молибден бар, вольфрам бар. Бұларда барлығында d4 болып қалады, сондықтан сыртқы қабатында 1 электрон бар деп аламыз. Және де екінші 9 электрон болатындар, бұлар мыс. Мыстың астында аргентум және аурум. Яғни бұлардың да сыртқы қабаттарында 1 электроннан болады. Бұны есте сақтау керек, себебі d4 d9 бола алмайды. Және де конфигурацияны жазған кезде ескеру керек. Ары қарай кеттік, октет ережесі. Октет ережесі деген не? Қарасақ, мына жерде инертті газдар берілген, және де барлығының сыртқы деңгейшелері толған, яғни барлығында 8 электронмен, гелида 2 электронмен аяқталып тұр. Бұл не деген сөз? Барлық элементтер осындай толық аяқталған электрондық конфигурацияға ие болуға тырысады. Мысалға, калийді алатын болсақ, ода 19 электрон бар, 4 энергетикалық деңгей бар, KLMN. 2, 8, 1, 8 болады. Неге 1? Себебі ол бірінші топтың негізгі топшасында орналасқан. Енді қараңыздар, калий 4-ші периодта тұр, значит, оның алдында тұрған инертті газ аргон 3-ші периодтың соңында тұрған, Мына 2, 8, 8 деп аяқталып тұр, мына жерде 2, 8, 8 деп аяқталып тұр. Яғни, калий мына сыртқы деңгейін аргон сияқты аяқтауға тырысады. Ол үшін ол мына сыртқы қабатындағы 1 электронды беріп береді. Әрине, ол мына қабатта да аяқтап криптон сияқты бола алатын еді, бірақ ол үшін оған 7 электрон қосып алу керек болды, 7 электронды қосып алғаннан гөрі 1 электронды беріп берген оңайырақ. Яғни, калий атомында заряд болмайды, 19 электроны болған еді, ол сыртқы қабатындағы 1 электронды беріп жібереді де калий плюс ионына айналады. Калий плюс ионына айналды да 1 электрон беріп жіберді, яғни ода 18 электрон қалады.
Мысалға кальцийді қарастыратын болсақ, кальцийда 20 электрон, бұда да 4 қабат KLMN, 2, 8, мында 2, мында 8. Бұл тоже аргон сияқты конфигурациямен қалғысы келеді, яғни кальций мына жерде 20 электроннан 2 электрон беріп жіберіп, кальций 2 плюс ионға айналады. 20 электрон болып еді, 18 электрон қалады. Яғни калий мен кальций электрондарын беріп жіберіп, оң зарядталған ионға айналды. Оң зарядталған ионды біз катион деп атаймыз. Егер мысалға хлорды қарастыратын болсақ, хлорда 17 электрон бар, 3 энергетикалық деңгей KLM. Оның алдында тұрған инертті газ екінші периодтың соңында неон. Мұнда 2, 7, 8 қой, мұны қараңыз, мына конфигурациямен аяқталғысы келеді. Енді оның сыртқы қабатында 7 электрон бар. Аргон сияқты болу үшін 2, 8, 8 деп аяқтау үшін хлорға тек қана 1 электрон жетпей тұр. Немесе ол мына 7 электронды бер жіберіп, неонның конфигурациясын қабылдай алады. Қайсысы оңайлау деген сұрақ қоямыз, яғни оған 1 электронды қосып алып, 17 электроны бар, 1 электронды қосып алып, хлор минус ионға айналған ыңғайлырақ, оңайырақ. Сонда 17 электрон болып еді, 1 электронды қосып алып, 18 электронға айналып кетеді. Яғни теріс зарядты ион түзеді. Теріс зарядты ионды біз анион деп атаймыз. Осылай сыртқы қабатын 8 электронмен аяқтауға тырысу октет ережесі деп аталады. Ал сыртқы қабатын 2 электронмен аяқтауға тырысу дуплет ережесі деп аталады. Мысалға, литийді қарастырсақ, литийда 3 электрон, заряды 0. 3 электрон 2, 1 болып орналасады, Значит, литий мына сыртқы қабатында 1 электронды беріп береді, литий плюс 2 электронмен мына гелийдің конфигурациясын қабылдайды. Яғни литий дуплеттің ережесіне бағынады. Мына жерде дуплет ережесіне бағынатын элементтері келтірілген. Мысалы ретінде бұл сутек, литий, бериллий, бор. Ал мына жерде октет ережесіне бағынатын элементтер, яғни фтор минус айналу үшін, оттек 2 минус, азот 3 минус, көміртек 4 минус. Бұлардың барлығы октет ережесіне бағынады. Енді қайтып келетін болсақ, мына жерге тағыда қысқартылған электрондық конфигурация бар деген бар. Бұл не деген сөз? Бағана калийді жазатын болсақ, калийдің электрондық конфигурациясы 19 электрон, 4 қабат, 2, 8, 1, 8 деп айтқан болатын біз естеріңізде болса, Енді қарасақ, қараңыз, аргонда 2, 8, 8 деп аяқталып тұр, калийда 2, 8, 8 бар, тек мына бірі ғана жоқ. Яғни калийдің қысқартылған электрондық конфигурациясын жазу үшін мен мына жерге аргон деп жазам. Сосын мына аргонда жоқ 4s1 электронды сыртына жаза қоям. Так, мысалға хлорды алсақ, 17 электроны болды. 2, 7, 8 болды. KLM, Мына қараңыз, 2, 8 неонда бар. Значит, хлордың қысқартылған конфигурациясын жазу үшін мен неонды жаза салам. 10 электрон неондығы бар деп көрсетем. Және мына жоқ 3-ші қабаттың электрондарын 3s2, 3p5 деп сыртына жаза қоям. Бұны қысқартылған иондық конфигурация деп атайды. Ары қарай кеттік. Мына модельді біз қарастырған болатынбыз. Бұл Резерфордтың планетарлық моделі дедік. Ортасында планеталар орналасқан дедік, ядрода, сыртында электрондар айналып жүр дедік. Яғни ядроны басқаша нуклон деп атаймыз. Нуклон протон мен нейтроннан тұрады. Протон оң зарядталған бөлшек. Ағылшынның P әрпімен белгілейміз. Оң зарядталған болса да, оның зарядын мына жерде жазып көрсетпейміз. Протон санын анықтау үшін біз элементтің реттік номерін білу керекпіз. Және де электрон санына тең болады. Яғни протон реттік номерге тең, және де электронның санына тең. Бұл жерден сразу шығарамыз, электрон деген теріс зарядты бөлшек, ол реттік номерге және протон санына тең болады. Электронның теріс зарядын мынандай минус етіп үстіне жазып қоямыз. Қараңыздар,
Протон мен электрон саны тең, протон оң зарядталған, электрон теріс зарядталған, яғни екеуі бір-бірін нейтралдап тұр, иә? Ал нейтронда заряды жоқ бөлшек, яғни сонда атомда заряд болмайды деп айтатын біз осыған дейін. Неге заряд болмайтынын жаңа ғана түсіндіріп кеттім сендерге, иә? Электрон мен протон екеуі бір-біріне қарама-қарсы зарядталған, және де екеуі бір-біріне тең болғандықтан нейтралдап тұрады. Келесі нейтрон дедік. Нейтронды ағылшынның кішкентай n әрпімен белгілейміз. Бұл нейтрал бөлшек, заряды жоқ. Анықтау үшін элементтің атомдық массынан оның реттік номерін азайтып тастаймыз. Мысал ретінде қарастырайық. Элементті жазған кезде төменгі жағына реттік номерін, жоғарғы жағына атомдық массасын жазамыз. Мысалы, бағанадан бері қарастырып жатқан калийді қарайық. Калийдің атомдық массасы 39, реттік номері 19. Яғни протон мен нейтрон заряд ядроның ішінде болатындықтан оны тік жақшаның ішіне жазамыз. Протон саны реттік номеріне тең дедік, мынаған қараймыз. Нейтрон санын анықтау үшін атомдық массадан реттік номерін азайтамыз дедік. 39-дан 19 азайтқанда 20 нейтроны бар. И электрон саны протон санына тең, ол ядроның сыртында болатын болғасын, тік жақшаның сыртына жазып қоямыз. Тап осылай бірнеше элементтікін анықтасаңыз болады. Мысалы, литий 7-де 3, яғни 3 протон, яғни 3 протон, 4 нейтрон және 3 электроны бар. Ары қарай кеттік. Келесі кең таралған ұғымдардың бірі изотоп, изотон, изобар ұғымдары. Бұл не деген? Изотоп П әрпіне аяқталады, яғни олардың протон сандары бірдей болады. Протон саны реттік номеріне тең, реттік номерін біз төменге жазамыз. Мұны көрініп тұр. Яғни оттектің 3 изотопы бар. Сутектің, сутек 1-де 1, сутек 1-де 2, сутек 1-де 3 деген 3 изотопы бар. Протий, дейтерий, тритий деп аталады. Келесі ұғым изобара, яғни атомдық массалары бірдей болады. Атомдық массаны біз жоғары жағына жазамыз. Екі түрлі элемент, реттік номерлері әр түрлі, бірақ атомдық массалары бірдей болғандықтан бір-біріне изобары болады. Келесі изотон, яғни нейтрон сандары бірдей болады. Бұл жерде элементтер де әр түрлі, атомдық масса, реттік номерлары да барлығы әр түрлі, тек нейтрон санын анықтау керекпіз. Нейтрон санын табу үшін атомдық массадан реттік номерін азайтып тастаймыз. Көміртекте 7, азотта да нейтрон санын анықтау үшін атомдық массадан реттік номерін азайтып тастаймыз. Мына жерде қате кетіп қалған, 14-тен 7-ні азайтамыз, сол кезде 7 шығады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Егер түсінбей қалған жерлеріңіз болса, видеоны қайтадан қарап көрсеңіз болады, және де сұрақтарыңызды жазып, немесе менен сұрауыңызға болады. Рахмет.